Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қолыңыздағы телефон арқылы жергілікті мекен жайыңыз бойынша емханаға қалай тіркелу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін Google-ға кіреміз. Поиск деген жерге egov.kz деп жазамыз. Ары қарай сіздер egov.kz сайтына өтесіздер. Жоғарғы жақта войти деп тұрады, яғни сол батырманы басамыз. Кейін сіздер толықтай Face ID-дан өту керексіздер, яғни видео проверкадан өту керексіздер. Осы батырмаларды басамыз. Және де телефон номерімізді тіркейміз. Сізге телефон номеріңізға SMS код келеді. Сол кодты осы жерге жазамыз. Разрешить дегенді басамыз. Яғни сіздер ары қарай толықтай видео проверкадан өту керексіздер. Толық сәтті өткеннен кейін разрешить деп басамыз. Ары қарай сіздер өздеріңіздің страницаларыңызға өтесіздер. Бұл жерден осы пунктты таңдайсыздар. Және де показать все деген жерді басамыз. Бұл жерден прикрепление к медицинской организации деген батырманы басамыз. Заказать услугу онлайн дегенді таңдаймыз. Келесі бетке өтесіздер. Яғни бұл жерде сіз өзіңізді немесе балаңызды емханаға тіркей аласыз. Регионда таңдайсыздар. Облыс болсын, қала болсын, соны белгілеп көрсетеміз. Келесі кезекте районда таңдаймыз. Ары қарай сіздер сохранить деген батырманы басасыздар. Келесіде медицинская организация деген жерге өзіңіз қалаған емхананы таңдап белгілейтін боласыздар. Яғни қай емханаға тіркелгілеріңіз келеді, сол емхананы белгілейміз. Келесі кезекте причина прикрепления деп тұр. Яғни бұл жерде свободный прикрепление болуы мүмкін. Егерде көшумен байланысты болса, онда переезд деген жерді таңдаймыз. Келесіде дәрігерді таңдайсыздар. Қай дәрігерге тіркелгіңіз келеді, сол дәрігерді белгілеп, отправить запрос дегенді басамыз. Сізге бір күн ішінде емханаға сәтті тіркелгеніңіз жайында уведомление келеді. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.